Қандастарға хат. Өлеңнің авторы Жақсылық Жарылқасынұлы. Бұл өлең бүкіл дүние жүзіндегі өзін қазақпын деп санайтын, жүрегі қазақ деп соғатын қандастарымызға арналады. Шетте жүрген қадірлі әр қандасым, өр рухың жоғалып қалған башын, жүрегімді тоқтаусыз азаптайды, тәуелді боп басқаға қалған басың. Қандасына жанашып күйінбес кім, білмейді біздей сенің сыйыңды ешкім. Қыранның көкті кезген жалғас едің, торға баққан торғайдың күйін кештің. Ойланбай бір жолата шешімді алда, тоқтатпай сүйре нұрлы көшіңді алға. Аллаға сенімменен тәуекел қып, бауырлар еліңді тап, есің барда. Бауырлар еліңді тап тұрған даман, бақытың ата жұртың туған далаң, сіңдіріп мәңгүрттікті ой санаңа, ден қалды ластанбаған, былғанбаған. Жеп ішіп, азық танып, у мен күнде, көбейді сырқатыңда күннен күнге, біреулер жағдайыңның бәрін жасап, жасырын құрық салды тіл мен дінге. Ұрпағың ертең сенің кім болады? Құл болады өзгеге күң болады. Иманынан айрылса ол мен қызың, сұм болады немесе жын болады. Соны ойласам, жүрекке мұң қонады. Ол тедек, рухы биік, тұнық ары, өкініш сол болмыстың құрығаны, қазақтың жалғыз ғана отаны бар, қадірін әттең соның кім ұғады? Берері таудай биік, мол болса да, қулардың қуырдағын енді аңсама, тәуелсіз бір отанға зар боп жүрген, біліңдер, ойланыңдар, ел қаншама. Ес барда еліңді тап, әр қандасым, ұрпағың сарсаң болып сандалмасын, елге кеп, ел қосылса құт болады, келмейтін ата жұртқа жан қалмасын. Ынтымақ берекеге жол ашады, берекесіз ел қалай бел асады. Бауырлар, ата жұртқа оралыңдар, қазақтың жарқын болсын болашағы.